Құрметті оқушылар, сіздермен бірге байланыста Мегамаз. Бүгінгі біздің талдайтын нұсқамыз физикадан, яғни 4016 деген Астананың ұлттық тестілеу орталығынан келген. Сондықтан егер сіздер дайын болсаңыздар, онда мұқият қарап, түсініп, жазып, теорияларды жаттап дегенде, және де лайк репосты ұмытпаймыз. Ал кеттік. Мотивация тағы да. Енді осыным сол. Так, сонымен ал кеттік. Бірінші есепті шығаруды бастайық. Так, бір қалыпты түзушілікті қозғалған дене дейді. 5 секундта 12 метр жол жүрсе, оның жылдамдығы дейді. Так, енді бір қалыпты қозғалса, бізде жалпы формуламыз V тең S бөлінген T. Демек, оның 12 метрдегі жолы 5-ке бөлсек, бізде 2,4 2,4 деген жауап шығады екен. Міне, бұл нұсқасында тұр. Так, келесі екінші сұрақ. Дененің қозғалыс теңдеуі мынандай болса дейді, 5t плюс 8t квадрат, оның бастапқы координатасы және бастапқы жылдамдығы дейді. Енді бұл, так, тоқтап түсінбедім. Бастапқы жылдамдығы, бастапқы координатасын табу керек және үдеуін табу керек екен. Все. Енді қараңдар. 5t плюс 8t квадрат, я? Бұның бастапқы координатасы 0-ге тең. Неге? Себебі мына жерде бізде жасырын бір сан тұр керек, x0 деген. 0. Ал бізде x0 жоқ мына жерде, демек ол 0-ге тең деген мағына. Сондықтан 0 деген жауаптарды іздейміз. Енді 0 деген жауап не? B, C, D, E де жоқ вообще. Демек оларды сызып да, либо А, либо Е. Енді дальше тексереміз. Так, дальше тексерген кезде бізге енді оның бастапқы жылдамдығы керек. Бастапқы жылдамдығы просто Т деген әріптің қасына тұрған нәрсе. Көріп тұрмыз ғой. То есть негізгі бұның теңдеуі мынандай. X тең f0t плюс at квадрат бөлінген 2. Қосылған x0. Негізінен x0 алдына жазу керек, жарайды енді разница етпейді. Орындарға ауыстырса да. Сонымен v0-дің орнына бізде 5 тұр. 5 деген жауапты іздейміз. Міне А нұсқасы уже келіп жатыр. Еде. Так, дальше енді үдеуіміз бізде мына жерде 16-ға тең. Көбісі ол жерде 8 деген вариантты белгілеп қою мүмкін. Байқамай шатасып кетіп асығыстан. 16 себебіне 16 дегенді 2-ке бөлу керек, мына жерде қысқарып тұр міне. Қараймыз. Демек 16-ні 2-ке бөлсек бізде 8 деген мынау теңдеу шығады. Есептің жауабы сонда Е нұсқасы болады. Е нұсқасында дұрыс жауап тұр. Так, келесі. Үшінші сұрақ. Қатандығы 2 көбейтілген 5 дәрежесі дейді. Серпе сетімділік күштің әсерінен 3 сантиметрге ұзарады. Созылған серпенің потенциалдық энергиясы. Енді бізде потенциалдық энергиямыз жалпы серпеге байланысты. Формуласы kx квадрат бөлінген 2. Болды енді. К дегеніміз қатандық, как раз 2 көбейтілген 5 дәрежесі орнына қоямыз. X квадрат дейді. Біздің қараңдар 3 сантиметрге созылған деп тұр, оны квадраттаймыз. То есть 3 сантиметрді квадраттасақ, бізде 9 сантиметр шығады. Ал 9 сантиметр дегеніміз 9 сантиметр квадрат шығады. Соны есен мұқият боламыз соған. Потому что көбісіне 3 сантиметрді квадраттан кезде 9 сантиметр деп жазып қояды. И 9 көбейтілген оның минус 2 дәрежесі болады. Ана жерде минус 4 болады. Себебі 3 көбейтілген сантиметр деген оның минус 2 дәрежесі, сол метрге айналдырасыңдар. И оны квадраттан кезде дәреже екеуіне де тиесілі болады. То есть 3-те квадратталады, сосын оның минус 2 дәрежесінде квадраттасыңдар, оның минус 4 дәрежесі шығады. Сонда 9 көбейтілген оның минус 4 дәрежесі деген x-тің орнына жазылады да бөлінген 2. 2 мен 2 қысқарады, есептің жауабы 9 көбейтілген, оның минус 4 дәрежесімен 5 дәреже қысқарады да, оның 1 дәрежесі немесе 90 джоуль. Так, ол бізде міне Б нұсқасында тұр. Енді төртінші есеп шығарайық. Нейді температурасы 280 кельвин азот молекуласының орташа квадраттық жылдамдығы дейді. Так, бізге орташа квадраттық жылдамдық табу керек. Енді оның формуласы қандай? Нәрге бірден жасайын, не? Орташа квадраттық жылдамдықтың мынандай формуласы бар. 3rt бөлінген үлкен m түбірдің астында. Міне осыған қоямыз. Енді 3 дегеніміз 3, r дегенімізіне берілген 8,131 деп. Т-ның орнына бізде не тұр? Т дегеніміз как раз температурая 280 кельвин деп тұр. Демек 280-ді қоямыз орнына. Бөлінген үлкен m-ның орнына бізде 14 грамм деп тұр. Не? Граммды қарандар енді 14 дейміз. Грамм деген сөзіміз 10-ның минус 3 дәрежесі. Осыны естен шығармаймыз.
түбірдің астында бұның бәрі. Енді осыны есептеген кезде жалпы бізде шамамен е нұсқасы не сәйкес келеді. Шамамен 500 шығады. 500 метр секунд деген жауап. Так, шамамен. Келесі есептерге кеттік. 5-ші сұрақ. Гей-Люссак заңының дұрыс өрнегі дейді. Гей-Люссак заңы бізде енді ол кімнің қандай то есть не константа болу керек бізде? Қысым, иә? То есть білетін шығармыз, қысым бізде константа, тұрақты. Оның, то есть ол бізде Гей-Люссак заңы болады. Ашқанда ме? Кей L деп қойынарге. Так, еске сақталамыз. Бізде тыны кім ашты? Константа. Бойл Мариот, иә? Бойл Мариот. М деп қойын. Ал көлемді бізде изохорлық процесс. Изохорда бізде олда константа болады. Оны ашқан ғалым Шарль заңы. Так, Шарль заңы, иә? Фамилиясын білмейді. Так, сонымен болды енді. Гей-Люссак заңы қай сұлбаға сәйкес келеді? Міне бізде қысым жоқ жерді қараймыз. В келмейді, С келмейді, қысым бар өйткені. Д келмейді. В константа деген Шарль заңы ол келмейді. Тек қана дұрыс жауабы А нұсқасы болады міне. В бөлінген Т бізде константа ол қысымдікі. Так, сонымен келесі сұраққа өтейік, 6-шы. Так, магнит ағыны дейді 6 миллисекунд ішінде 180 милливеберге өзгереді. Осы контурдағы индукциялық электр қозғаушы күшін тап дейді. Так, енді электр қозғаушы күшінің бізде мынандай формуласы бар, осы есепке байланысты. Фи бөлінген Т деген. Так, потом кейбір айтады, аға энергия минус бар алдында, энергия дельта деген тұрады деп, әрине оларды біз қолданамыз қай уақытта, егерде екі тал не берілсе бізге. Екі магнит ағыны берілсе, ол кезде уже фи 1 минус фи 2 деген формула кетеді да, и уже кішісінен үлкен азайтып, мына минустан жойылып кетеді. А мына жерде оларды бекер қолдан шаршатып жазудың керегі жоқ. Сондықтан просто фи бөлінген Т дейсіңдер да. 180 милли деген сөзіміз қараңдар. 180 кішкентай м деген оның минус 3 дәрежесі бөлінген 6 миллисекунд дейді. 6 көбейтілген оның тоже минус 3 дәрежесі милли. Минус 3 пен минус 3 қысқарады. 180-ді 6-ға бөлсек қанша шығады? 30, иә? 30 вольт. Есептің жауабы 30 вольт. Естерімізге сақтап аламыз. Электр қозғаушы күші, кернеу, сосын потенциалдық өріс деген бар, иә? Осы үшеуі аттары әртүрлі, және де әріптері де әртүрлі, бірақ бәрінің өлшем бірлігі вольт. Сондықтан бұларды қорықпай, смело бір-біріне теңестіре берсеңдер болады. То есть нәрге не апсықшылар қойын, мен тең-тең бәрі. Бізде 30 деген енді В нұсқасына тұр, иә? Келесі 7-ші сұрақты оқиық. Потенциалы 20 вольт нүктеден потенциалы 0 вольт нүктеге 2 кулон заряд орын ауыстырғандағы электр өрісінің жұмысын табыңыз дейді. Енді қиын сұрақ емес, қараңдар, бізде жұмыстың формуласы жалпы кернеу мен зарядқа байланысты Q көбейтілген дельта U деген формуласы бар, иә? Енді бұл зарядымыз бізде 2. Но дельта деген мағына ол өзгеру деген мағына, то есть былайша айтқанда азайт бір-бірінен. Сонда біз 20-дан 0-ды или азайтамыз, иә? Так, бізде қанша шығады? 20 шығады. Енді 2-ні 20-ға көбейтсек 40 джоуль деген жауапты алады екенбіз. Ол бізде қай нұсқада тұр? Міне, В нұсқасына тұр екен. Келесі есепке кеттік ал. Не дейді? Электр қозғаушы күші 36 вольт, ішкі кедергісі 4 ом, тоқ көзінен тұратын тізбектегі қысқа тұйықталу кезіндегі тоқ күшін табыңыз дейді. Енді бізде қысқа тұйықталу дегеніміз жалпы ом заңы білетін шығармыз, R тең U бөлінген I деген. Ал қысқа тұйықталудың формуласы осыны ешқандай разница жоқ, просто түсінікті болсын деп айтып жатырмын. I тең U бөлінген ондай кішкентай R деген бар, осындай қысқа тұйықталуға арналған
формуласы. Енді болды, осымен шығарамыз. Ал бізге ток күшін тап деп жатыр. Сонымен кернеуді бөлеміз кедергіге. Кернеуіміз 36 вольт. Так, ішкі кедергіміз бізде 4 омға тең. 36-ны 4-ке бөлсек қанша? 9 ба? 9 ампер деген есептің жауабы. Так, ол міне Т нұсқасында тұр екен. Так, 9-шы сұраққа кеттік. Енді мынау теориялық сұрақ. Бұндай сұрақтар сендерге жаттау керек. Біз группаға салып қойдық бірнеше теория. Айтар кеңесім, ОБТ-ға 2 ай қалған кезде, немесе 1 ай қалған өзі жетеді, негізі 1 айда. Күніне сол уақыт бөліп, зрительный память дейді, былайша айтқанда, сонымен жаттасаңдар, ОБТ-ға кірген кезде уже кәдімгідей пайдасы тиеді. То есть сен уже тестке кірген кезде сен көз алдында қалып қалады да, и бірден жауап бере аласың. Сондықтан барлық теорияларды біз қиып алып, бір жерге документтерге жинай беріңдер қазірден бастап. 1 ай қалғанда бірден 1500 теорияға кәдімгідей жиналып қалады, өзі сондай бар. 1000 шақты, и соның бәрін жатсаңдар өкінбейсіңдер. Так, сонымен мынау есептің сұрақтың жауабы бізде линзада кескінді тұрғызу үшін пайдаланатын негізгі сәуле дейді. Ол бізде әрине сәулеге байланысты линзаның оптикалық центр арқылы өтетін сәуле сынбайды деген міне. Осы вариант бізде келіп тұр. Қалғандары енді келмейді екен. Так, келесі сұрақ 10-шы. Электр тізбегі 4 шамнан тұрады дейді. Олардың тізбекте жалғанғаны дейді. Енді мына жерде өте оңай сұрақ. Тізбекте дегеніміз міне 1 мен 4-ші қалай? Осы 2 шамдар, 1 мен 4-ші, өйткені олар ешқандай мына жерде арасында түйін жоқ біріншіден. Міне, то есть бір линияның бойымен деп айтсақ та болады. Ал мынау 2 мен 3 бізде параллель жалғанған, себебі олардың арасында мына жерде қиылып кетеді, міне, түйіндер пайда тұр. 3 жаққа қарай бұрылады, То есть еске сақтаңдар, егер де осындай арасы 3-ке бөлініп кететін жақтар болып жатса, демек ол параллель деген сөз. Мына жерде міне бірдей жалғанған, немесе 2 мен 3 кәдімгідей шынымен де параллель болып тұр. Есептің жауабы сонымен 1 мен 4 деген міне С жауабында тұр екен. Дальше кеттік. Так, 11-ші есеп сонымен 2 секунд уақыт ішінде 20 метр биіктікке денені көтерген кезде күштің атқарған жұмысы 60 килоджоуль болса, дененің массасын табыңыз дейді. Так, бізге енді қараңдар. Уақыт берілген 2 секундта, биіктігіміз берілген 20 метр. Одан кейін жұмысымыз. Жұмысын деп алсақ болады. Потенциалдық энергия немесе кинетикалық разница жоғы 60 килоджоуль. Оның 3 дәрежесі джоуль. Так, одан кейін бізге дененің массасын табыңыз дейді. Енді бұл есепті шығару үшін біз мынаны қолданайық. Е тең mv квадрат бөлінген 2. Так, қараңдар енді. Мына жерде бізге массаны табатын болсақ, жалпы осы өрнектен. Бізде m тең 2 көбейтілген E кинетикалық энергия бөлінген v квадрат. Енді жылдамдық тауып алайық. 2 секунд уақыт ішінде ол бізде қандай жылдамдыққа ие болады екен? 20 метрге дейін көтерілсе. Так. Сонда g көбейтілген t 2 секундтаға. Жылдамдық табатын формуламыз g t ғой. Так, сонымен 10-ды 2-ге көбейтсек 20 метр секунд екен. Енді орнына келіп қоямыз бәрін. Сонда массамыз бізде 2 көбейтілген 60 кинетикалық энергиямыз оның 3 дәрежесі бөлінген 20-ның квадраты 400. Ой, 4-інде қойып ма? 400. Енді бұл қарандар аяқта 10-ның 3 дәрежесі дегеніміз бізде килоджоуль 1000-ға тең ғой. Так, 1-0 мен қысқарады. 2-0 шына бізде 600 көбейтілген 2 бөлінген 4 қалды. 600 2-ге бөлсек 1200, 1200 4-ге бөлсек 300 килограмм деген жауап шығады екен. Ол міне бұл нұсқасына тұр. Так, енді дальше кеттік ал. Тығыздығы алтынандай болатын дейді. Газ молекуласының орташа квадраттық жылдамдығы 40 метр секунд болса, газ қысымын табамыз. То есть табыңыз дейді. Бізде тығыздығы берілген 6 килограмм метр куб. Одан кейін жылдамдық берілген 40 метр секунд деп табу керек газдың қысымын. Так, енді бұл молекулалық кинетикалық теорияның негізгі теңдеуі. То есть соның ішінде қандай формула қысымға байланысты? 3/1 ρ v квадрат деген. Осындай формула бар, осы жерден табамыз енді. Соны дальше кеттік. Орнына қойып 3/1. Так, тығызымыз бізде 6-ға тең. Жылдамдығымыз 40, 40-тың квадраты
1600, иә. 6-ны 3-ке бөлсем бізде 2, 2-ні 1600-ға көйтсек 30, 3000 қанша? Так, 3200, иә. 3200 деген міне д нұсқасына тұр екен. Паскаль болады, иә, өлшем бірлігі. Так, енді кеттік дальше. 13-ші сұрақ. Толқын ұзындығы мынандай, жарық сәулелерінің жол айырымы мынандай болса, интерференцияның нәтижесіндегі жарық дейді. Так, енді қараңдар, есеп шығарайық алдымен. Бізге так толқын ұзындығы лямбда қанша деген? 4 көбейтілген 10-ның -7 дәрежесі метр деген, иә. Жарық сәулелерінің жол айырымы дейді. Жол айырымы дегеніміз мынандай дельта деген әріппен белгіленеді. Ол бізде 1 микрометр, то есть 10-ның -6 дәрежесі дейміз, иә. Микро дегеніміз 10-ның -6 дәрежесі метр. Интерференцияның нәтижесіне жарық дейді. Енді қараңдар, бізге алдымен нені табу керек? Мынау бізде максимум шарты деп аталады, К дегеніміз. То есть осыны табу алайық алдымен, сол кезде не байқалады екен қазір? Формуласы қандай бұның? Жол айырымы тең болады К көбейтілген лямбда. Енді осы жерден К-ны табатын болсақ, жол айырымын лямбдаға бөлеміз. Так, 10-ның -6 дәрежесі бөлінген 4 көбейткен 10-ның -7 дәрежесі. Енді мына жерде қараңдар, -6 мен -7 қысқарады, үстіне бізде астына бізде -1 қалады, -1 сосын жоғары 10-ның 1 дәрежесі болып көтеріледі, бөлінген 4, иә. Енді 10-ды 4-ке бөлсек 2,5 деген мынандай жауап шығады. Енді бұл жауаптың мағынасы қандай? Так, егер сендерде естеріңе сақтаңдар, бүтін сандар шықса, -1, +-1, 0, +-2, +-3 деген, то есть сондай жауаптар шықса, онда ол максимум шарты деп аталады. Түсінікті ма? Интерференцияның сол максимум шарты. То есть мынандай заңы бар, дифракциялық максимумдардың шарты, егер жол айырымы түскен жарық толқындарының ұзындығының бүтін санына тең болу керек деген. Получается, бізде бүтін емес сан шықты, то есть 2,5 деген сан шықты. Бұндай жауапта, бұндай егер сан шықса, демек бізде толық әлсірейді деген, немесе минимум деп аталады. Не, Б нұсқасын белгілейміз. Так, 14-ші сұрақ. Енді мынауда бұрыннан бері шыққан теориялық сұрақ тоже. Так, суретте осындай деңгейлердің диаграммасы келтірілген, жиілігі ең төмен фотонды шығара отырып жүретін энергетикалық ауысу реті дейді. Так, енді бізде не деген? Ең төмен десе, так, мына жерде міне, Е1-ден суретке қарап, Е0 бізде осы ең төменгі нүктесі болып саналады. Міне. Так, мына жерлер уже, так, мына жерлер келмейді екен қалғандары. Е нүктесі, так, то есть бірінші бізде сызық есептің жауабы болады. Е нүктесі, Е жауабында тұр. Дальше кеттік, 15-ші сұрақ. Так, массасы 200 грамм бензин толық жанғанда бөлініп шығаратын жылу мөлшері қандай дейді. Так, бізде массамыз қанша деген? 200 грамм, 10-ның -3 дәрежесі килограмм дейміз, иә. Жану жылуы бізде Q 46 мега деп тұр. Мега дегеніміз 10-ның 6 дәрежесі, енді өлшемін жазбай қойына, джоуль бөлінген килограмм. Так, сонымен бізге табу керек нені? Жылу мөлшерін Q-да. Формасы қандай бұның? Q тең, жылу мөлшері тең болады, жану жылуы массаға көбейтсек. Так, екеуін көбейте саламыз. 46 көбейтілген 10-ның 6 дәрежесін көбейтеміз 200 көбейтілген 10-ның -3 дәрежесіне. Так, мына жерде былай кетіп қалсақ дұрыс сияқты. Мынау 6 мен -3-ті қысқарт жібереміз, сонда 10-ның 3 дәреже шығады бізде. Мынау 200-дің 2 нолынан қосып жібереміз, сонда бізде 46 көбейтілген 2 көбейтілген 10-ның 5 дәрежесіне шығады. Енді 46-ны 2-ге бөлсек бізде 80, 92, иә. 92 көбейтілген 10-ның 5 дәрежесі, немесе 9,2 көбейтілген 10-ның 6 дәрежесі болсақ болады. Қайттан 1 нолын берсеңдер, 92 10-ның 5 дәрежесі шығады. Осындай жауапты іздейміз енді. 9,2 ол 10-ның 6 дәрежесі мегаға тең, иә. Қайттан айналарсақ, А нұсқасы дұрыс шығады екен. Так, келесі степке кеттік. Так, енді 16-ші степ. Катер өзен бойында орналасқан екі пункттың арасын дейді. Ағыс бойынша жүзіп отырып, 4 сағатта жеткен ағыс бойымен кері бағытта 7 сағат жүріп өтті. Катердің тынық судағы дәл сондай қашықтықты жүзіп өту уақыты дейді.
Енді мына есеп орташа немесе төмен жүрген оқушыларға қиындау болады. Енді бұл жерде кішкене кәдімгідей теңдеу құру керек. Так, енді ал шығарайық. В общем, мағынасындай бір пункт болсын. Мына жазып қойын. А және Б, иә. Так, өзен ағысы ол бізде. Біріншіден. Катер енді өзен ағысымен жүрген кезде оған әрине өзінің жылдамдығы V1 болса, өзен ағысының жылдамдығы V2 қосылады. Кәдімгі шын өмірдегідей. Өзен ағысымен жүрсеңдер тезірек барасыңдар, өзен ағысына қарсы жүрсеңдер кешірек шаршап барасыңдар, иә. Кәдімгі жүзіп көргендер башқарайын суға түсіп өзенге. Бұл бізде бағыты былай болады. Ал қарсы болған кезде біз теңдеуді былай жазамыз V1 минус V2 деп. Міне. Енді бізде жалпы жылдамдықтың формуласы қандай? V тең S бөлінген T емес па? Осыны қазір қолданамыз. Енді барғандағыны біз бүйтіп аламыз. Так, катер бізде бара жатқан кезде ол V1 өзінің жылдамдығына, өзен ағысының жылдамдығы қосылады. Сол кезде барып, сол S жолды А және Б пунктіне так 4 сағатта жүреді екен. Бөлінген T-ның орнына 4 қоямын. Қарсы жүрген кезде V1 минус V2 тең болады S бөлінген қарсы жүрген кезде 7 сағатта екен. Енді мына жерде қараңдардан 4-ті мына жаққа ортақ бөлім қылдырып өткізіп жіберемін бәрін. Түсінікті ме? Сонда не болады еқан? 4 мына әрқайсысына ортақ бөлім болып барса, общий ортақ бөлім 4 болса, мынаған 4-тен 4, мынаған 1 барады, иә. Мына жерде бізде 7 ортақ бөлім болады, мынаған 1, мынаған 7, мынаған 7. Так, бәрін ал көбейтіп жазайын. 4V1 плюс 4V2 тең болады S жүрген жол. Астында 7V1 так, минус 7V2 тең болады S. Так, міне. Енді барып біз не істейміз қараңдар. Бізге айтып жатыр. Катердің тынық судағы дәл сондай қашықтықты жүзіп өту уақыты. То есть тынық су дегеніміз қозғалмай тұрған бір судың бетінде өзінің жылдамдығымен қанша уақытта жүреді екен. То есть оның формуласын жерге жазып қоямын. Катердің қызыл қаламмен. Бізге то есть катердің несін табу керек? Так, өшіп қойын. Катердің бізге сол жолды өзінің V1 жылдамдықпен жүргендегі қалай болады деген әңгіме айтып тұр. Так, енді біз алдымен мына екі теңдеуді қосамыз. Сосын барып азайтамыз. Бізде қосқан кезде не шығады яқтан? Көрейік ал. Қосқан кезде бізде не шығады екен? Так, давайте қарамесейін, чтоб түсінікті болсын. Так, қосқан кезде бізде қарандар. Асты мен үстін қосам, е, кәдімгі теңдеу. 4V1-ге 7V1-ді қосам астын, сонда бізде жалпы 11V1 шығады. Так, 4V2-ге минус 7V2-ні қоссам, минус 3V2. S-қа S-ті қоссам, 2S. Міне, 25 емес, 2S. Так, келесі. Енді екі өрнекті азайтам. Азайтқан кезде бізде не шығады екен? 4V1-ден 7V1-ді азайтқан кезде бізде минус 3V1. Так, 4V2-ден азайтылған тағы да минус 7V2, ол бізде минус пен минус плюс бер жүреді. Плюс 11V2 шығады. Тең, S-тан S азайтсақ, 0. Міне. Так, енді бұл не үшін істедім? Қазір сендерге түсінікті болады. Қараңдар енді. Тең дейміз не дальше. Так, бізге катердің тек қана сол жолдағы V1 табу керек. Мен енді бөлшектің бөлімін де алымында 2-ге көбейтем. То есть түсіндік қой, мына жерге жазып қойын. 2 бөлінген 2 деп. Так, сонда бізде 2S бөлінген 2V1 шығады. Мынау чтоб жұмысты оңайлату үшін. Енді 2S-тің орнына мен алып кеп, мына қараңдар, 2S-іміз бізде 11V1 минус 3V2-ге тең. Алып кеп орнына қоям. 2S-тің орнына 11V1 минус 3V2-ні қоям. Так, бөлінген 2V1, я? 2V1. Так, енді қараңдар, астыңға теңдеуден мына жерден біз V2-ні тауып алайық. То есть V2-міз қаншаға тең екен? Или V1-де тапсақ болады бірден. Так, V1 тапсақ, V1 тапқан оңай сияқты, я? V1 табамыз или V2-ні ма? Давай V1 таба салайық. Біздің сонда V1-іміз тең болады екен. Қараңдар, астыңда минус 3V1 деп ары қарай өтеді, сосын 3 бөлініп өтеді да 11V2 бөлінген 3. Міне, осыны алып кеп, мына жерге қоямыз енді. Міне, V1-дің орнына осы 11V2 минус... жоқ, кешірім сұрайын, бізге V1 табу керек қой катерге байланысты. Сондықтан мен V1 емес,
Так, V2-ні табады екенбіз. V2-ні табатын болсақ, қараңдар. V2 тең болады. Плюс болып өтсе, 11 бөлім өтеді. 3V1 бөлінген 11. Өйткені бізге катерге байланыстау керек қой. Менға V2-ні тауып қойсам, бізге V2-міз өзен ағысының не байланыстау кетеді. Сондықтан V1 табамыз. Енді осыны алып кеп, мына жерге орнына қоямыз. Сонда сендерден нәрсе шығады. 11V1 минус 3V2. 3V2-нің орнына 3V1 бөлінген 11-ді қойсам, 9V1 бөлінген 11 шығады. Енді ары қарай кәдімгі қарапайым теңдеу. То есть түсінетінде былай не особо нәрсе жоқ, кәдімгідей бөлшек анау-мынау. Енді яқта ортақ бөлім берсеңдер, қараңдар, үстіне 121V1 минус 9V1 бөлінген дейсіңдер. Ортақ бөлім өзі астына түсіп кетеді, бөлшектің бөліміне түсіп кетеді. То есть осыны кейбір уақытта шатастырып жазбай кетеді. Ол кәдімгі математика, ол өте оңай нәрсе, сондықтан астына 11 түсіп кетеді, өз бөлшектің бөлімінен 22V1 шығады. Болды, енді қараңдар, есеп бітеді осымен. 121V1-ден 9V1-ді азайтсақ бізде 112V1 бөлінген 22V1. V1 мен V1 қысқарады, 112-ні 22-ге бөлсек, мынандай 5,009 деген бір сан шығады өтер. Ол бізде әрине шамамен 5 сағатқа тең. Осында бір теңдеу енді. Бұның оңай жолы бар, негізінде оңай жолы бар сияқты. То есть былай да алып көрсе болады, бірақ мен оны көрген жоқпын. Заңды түрде шығарып көрейін деген. V1 плюс V2 4, V1 минус V2 тең 7 деп. Сондықтан осымен де шығарып көріңдер, мынаумен де шығып кету мүмкін. Әйтеуір жауабы 5 шығады. Шығу керексіздерде. Егер осымен шықса да болады негізінде. Шығып атса, жазып жіберіңдер комментарийға. Так, сонымен кеттік. Ал мен оны көрген жоқпын просто өзім әлі. Сондықтан осылай шығарасаң дедім, бас ауыртпай. Так, келесі 17-ші сұрақ. Не дейді? Қозғалтқышының қуаты 10 киловатт, көтергіш кран 3 минут ішінде массасы 3 тонна жүкті 30 метр биіктікке көтерсе, қозғалтқышының пәкі дейді. Так, бізге не берілген? Қуат 10 киловатт деген 10 көбейтілген 10-ның 3 дәрежесі ватт. 3 минутта, 3 минут дегеніміз 3 көбейтілген 60 секунд. 3 минутта бізде 180 секунд бар, 180 секунд. Массасы 3 тонна дейді. Масса 3 тонна дегеніміз 3 көбейтілген тонна 3-дің 10-ның 3 дәрежесі килограмм дейміз. Так, биіктігіміз бізде 30 метр. G берілген, пәкті тау керек. Так, енді бұл қатты қиын есеп емес, қараңдар. Бізде пәктің формуласы қандай? N пайдалы бөлінген N толық. Так, пайдалымыз бізде соны табуымыз керек. Пайдалымыз деген не ол? Пайдалы қалай ашылады енді бізде? Пайдалы дегеніміз формуласы A бөлінген T, жұмыс, то есть жұмыс бөлінген T. И астында N T деп тұрады. Мына T-мыз ең астан түсіп кетеді, сөйлесінер нәрсе шығады. A бөлінген T көбейтілген N T. То есть толық дегенде былай шығады. Так, дальше кеттік енді. Мен аны не деп ашам? MGH деп ашам, MGH бөлінген T көбейтілген NT. A деген жұмыс қой. И көбейтілген 100%. Ол енді орнына қой вести салу керек. Сонда массамыз бізде 3 көбейтілген 10-ның 3 дәрежесі, G-міз 10-ға тең, биіктігіміз 30 метр бөлінген, уақытымыз 180 секунд. Уақыты давайте мен 3 көбейтілген 60 деп жазайын. 3 көбейтілген 60. Так, толық қуатымыз 10 көбейтілген 10-ның 3 дәрежесі. Міне, өйстіп тез шығарады екенбіз. 10-ның 3 дәрежесі мен 10-ның 3 дәрежесі қысқарады. 10 мен 10 кетеді. 3 пен 3 қысқарады. 30 бен көбейтілген 100% бар ғой еще. Так, 30 бен 60-ты қысқарсақ 0,15, оны 100-ге көбейтсек 50 деген жауап шығады екен. Процент. Есептің жауабы. В нұсқасында тұр. Так, енді 18-ші есеп. Изобаралық процессе дейді бір атомды идеал газға берілген жылу мөлшерінің осы газдың ішкі энергиясын арттыруға жұмсалатын бөлігі дейді. Енді менің түсінгенім бойынша жалпы қараңдар, изобаралық процесте бір атомдың кезінде ішкі энергия қалай өрнектеледі?
бізде әрине бірінші формуласын жасайын. Дельта U плюс I анау бізде изобарлық процесс үшін. Енді бір атомда десе, бізде ішкі энергиямыздікі 2-ден 3 нью RT болады. Ал сол моменттегі жұмысымыз бізде просто нью RT болады. Так, енді менің түсінген бойынша мына жерде бізге ішкі энергияны табу керек, қанша бөлігі жұмсалады екен. Егер де біз қарандар, мынау 2-ні мынаяққа көбейту қылдырып өткізіп, 3-ті бөлу қылдырып өткізсеңдер, сендерде 0,6 деген жауап шығады екен. И ол жауап дұрыс вариантына тұр. Получается, мына жерде просто бір нәрсені так, осылай істеу керек сияқты негізінде. Міне, мынау бізде осы 2 өте дұрыс вариантта, то есть көріп тұрсыңдар, байқап тұрсыңдар, ішкі энергияға қандай да бір бөлу кетіп тұр. Ал жұмысқа қандай да бір бөлу кетіп тұр. Просто мына жерден так, пропорция ма бірдеңе істей салу керек, и все. Мен оған қазір ойланып отыратындай кішкене неде емеспін негізінде. Сондықтан так, мына жерде данный момент 0,6 болып тұр жауабы. Бұл бізде ішкі энергия кететін бөлігі. Получается, жұмысқа, егер бұның екінші сұрағы бар, жұмысқа кететін бөлігі десе 0,4 дейсіңдер. Мына жерге жазып қойын, жаттап жүріңдер. Жұмысқа бізде 0,4 бөлік, жылу мөлшерінен келетін. Ал ішкі энергияға бізге 0,6 бөлік. Үлкен қосыңдар, сенде 1 целый жылу мөлшері шығады. Бөлік деп қойыңдерге. Так, міне в принципе осы. Енді келесі есептер шығара берейік. Так, 19 есеп берілген бізге. Сыйымдылықтары 4 микрофарад және 2 микрофарад болатын 2 конденсатор дейді. 300 вольт және 600 вольт потенциалдарға дейін зарядталған. Оларды параллель жалғағандағы конденсаторлар астарының потенциалдары айырма дейді. Енді қарандар. Бізде жалпы мына есептен не істейміз? Біз алдымен С жалпын табылайық. Параллель жалғанған кезде бізде сыйымдылығымыз қанша болады екен С жалпымыз? Оның формуласы С1 плюс С2. Демек, 4 микрофарадқа 2 микрофарадты қосақ, 6 микрофарад деген 6 көбейтілген оның минус 6 дәрежесі фарад. Бұл бізде параллель жалғандағы жалпы сыйымдылық. Енді бізге заряд жетіспейді. Зарядты қалай табамыз? Так, С1 Q1 бөлінген U1. Мына формула білеміз, С тең Q бөлінген U деген. Так, осы біз Q1 тауып алайық. Q1 табатын болсақ, так, мынаны өше салайын, точно кетеді. Q1-дің формуласы С1 көбейтілген U1. Q1 тапсақ не болады екен? С1-міз бізде қанша? 4 микрофарад, оның минус 6 дәрежесін көбейтеміз. U1-міз 300, 3 көбейтілген оның 2 дәрежесі аламын. Содан 4 үшін 12, минус 6 дәрежемен 2 қысқаратта, оның минус 4 дәрежесі шығады. Так, енді Q2-ні табайық, тура осылай. Ол бізде С2, U2. Так, С2-міз бізде 2, оның минус 6 дәрежесі. U2-міз 600 вольт деп тұр, 6 көбейтілген оның 2 дәрежесі. 6 2 12, мұна еке алдындағылар көбейтіп атырмын. Оның минус 6 мен 2 дәрежесі қысқаратта, оның минус 4 дәрежесі шығады. Тоже міне. Енді зарядтардың жалпысын табылайық. Зарядтың жалпысы параллель кездегі Q1 плюс Q2. То есть екеуін қосамыз қайттан 24 көбейткен оның минус 4 дәрежесі шықты міне. Енді болды, параллель жалғанған кездегі біз кернеуді таба аламыз. Ол қалай? U тең, параллель кездегі бізде С жалпымен параллель Q жалпыны бөлеміз. Сол кездегі біздің параллель жалғандағы кернеу табамыз. Так, болды енді. С жалпымыз бізде 6 көбейтілген оның минус, так, С бөлінген деп болады. Q жалпы бөлінген С жалпы. Өйткені С тең Q бөлінген U тең Q бөлінген С. Сонда біздің яқта зарядымыз 24 көбейтілген оның минус 4 дәрежесі бөлінген 6 көбейтілген оның минус 6 дәрежесі. Так, 24-ті 6-ға қысқартсақ бізде 4 шығады, оның минус 4 дәрежесі мен оның минус 6 дәрежесін қысқартсақ бөлінген оның минус 2 дәрежесі. Так, мынау енді минус 2 жоғары көтеріледі, сонда 4 көбейтілген оның 2 дәрежесі немесе 400 вольт деген есептің жауабын алады екенбіз. Ол міне С жауабында тұр. Так, келесі ядролардың байланыс энергияларына берілген бізге. Мынандай.
Так, бізге енді нені сұрап жатыр? Мына реакция кезіндегі бөлініп шығатын энергияны тап дейді. Енді ол өте оңай есеп, мынау кәдімгі теңдеу деп айтсақ та болады, былайша айтқанда. Орындарына қойып шығайық, не болады екен, қараңдар. Е дейді, энергиямыз бізде. Гелий атомында қараңдар, 28-де 29 дейді. 28,29. Ол бізде қай жақта тұр? Міне мына жерде тұр, орнына қойайық. 28, 29 қосылған сан мәндерін жазып шығамыз ылғи барлығының. Так, n 7-тен 4-те бізде 104 деген, 65. Осы тең болады. Келесі оттегінде бізде қанша деген? 131-де 75 деген. 131-де 75. Так, міне ол. Мына жақта тұр, теңдіктің ар жағында. Одан кейін так, бізде келесі энергиямыз бізде 2,2 дейді. Қосылған 2,2. Енді бізге айтып тұр, реакция кезіндегі бөлініп шығатын энергия дейді. Так, ол энергиямыз қай жақта тұру керек енді? Біздің басты сұрағымыз сол. Так, оны қалай есептейміз? Қараңдар, оны былай біле саламыз қазір. Так, калькулятормен алдымен есептей алайын. Екі жақты қосайын. Екеуі ең басты теңесу керек бізге. 28,129-ды қосамыз 104,165-ге. 132-де 94 деген жауап көріп тұрмыз, То есть, мына жағымыз 132-де 94 шықты. Мына жағымыз қанша шығады екен? Теңдіктің ар жағы қанша шығады екен? 131,75-ге қосамыз 2,2-ні. 133-де 95. Лаяқымыз 133-де 95 деген жауап шықты. Демек, біздің реакциямыз ол мына жақта жатыр екен, белгісіз. Az деп қойын. Міне, енді осын таба салу керек бізге. Болды, x-ті. Түсінікті ма, неге аяқта жатқанын? Өйткені бізге қазір x-қа 132-ге бір нәрсе жетпей тұр, соны қосқан кезде бар, ол маған теңесу керек. 133-ге. Сондықтан ол жерден x таба салатын болсақ, мынау минус болып өтеді. Ар жаққа, сонда 133-де 95-тен азайтамыз 132-де 94-ті. Так, бұдан чәтелеспесем, қандай жауап шығады екен? 132-ні 94. 1,01 дейді. Міне, 1,01 деген жауап шықты бізде. 1,01. Ол бізде А нұсқасына тұр екен, міне. Өшіріп қойын, нәрге А нұсқасын белгілеп қойымыз. Есептің жауабы 1,100-ден 1. Келесі есеп, 21 сұрақ. Динамикадағы Ньютон заңдары дейді. Динамикадағы Ньютон заңдары бізге қай жауаптада берілген? Так, міне, біріншісін сразу көзге түсірдім. F тең MA, Ньютонның екінші заңы. Келесі, G нұсқасы кеп тұр екен, F1 тең модульмен минус F2 деген заңы бар, То есть, күшке кері күш бір-бірінен теңеседі деген, инерция заңы ол ашқында, инерция. Тепетінеді қалпын сақтап қалады деген нәрсе. Так, келесі. Мынау бізде Е нұсқасында, міне, Ньютонның заңы. Вектор бағыт күш бізде 0-ге тең деп, осындай бізде не түрінде жазылады. Аталай деймай, естен шығып өтті. Сонымен EGH-ты белгілеткеміз. Кеттік дальше. Так, 22 сұрақ. Иіндіктің кіші иініне, иіндіктің кіші иініне 300 ньютон. Так, мынау хома не өкпет. Кіші иініне 300 ньютон, ал үлкен иіннен андай әрекет етеді. Кіші иіннің ұзындығы андай болса, үлкен иіннің ұзындығы дейді. Енді бұл өте оңай есеп. F1-міз бізде кіші иіні 300 ньютон, ал үлкен иіні 20 ньютон. То есть бұл не ғой? Кәдімгі тепе-теңдік қалпын келтіру керек. Кәдімгі шноймердегі качеля бар емес па? Сол жердегі какой-то бір екі адам отырады, әртүрлі салмақтағы дейік. Екеу тепе-теңдікте әрине боламайды, егер әртүрлі салмақта, сондықтан оның арақашықтығын жылжытуымыз керек. Либо мына жерге арақашықтық қоюымыз керек, тіреу нүктесіне, либо мына жерге қоюымыз керек, деген нәрсе сондай болып тұрған жағдайымыз. Сол себепті бізге кіші иіні, то есть x1 5 сантиметр, оның минус 2 дей салайын бірден. Бізге табу керек үлкен иіннің ұзындығын x2-ні.
формуласы f1 көбейтілген x1 тең болады f2 көбейтілген x2. x2-ні табатын болсақ, f1 көбейтілген x1 бөлінген f2. Осымен есептейтін болсақ, f1-ді x1-ге көбейтеміз. f1-іміз бізде 300, көбейтілген x1-іміз 5 көбейтілген оның минус 2 дәрежесі, f2-іміз 20. Так, мынау мен мынау қысқарады. 30-ды 2-ке бөлсек 15. 15-ті 5-ке көбейтсек 75, 75 көбейтілген оның минус 2 дәрежесі немесе 75 сантиметр немесе 0,175 метр. Осылай жауаптарды іздейміз. Так, ол бізде 75 сантиметрден қайда тұр? G-да тұр. 0,175 метр міне. Е-де тұр. Сосын 75 оның минус 2 дәрежесі деген жауапты бермеген екен. Сонда G-е деген есептің жауабы дұрыс болып тұр. Немесе, міне F тұрген қараңдар. 750 миллиметр. Міне. 750 миллиметр. Оның минус 3 дәрежесі. Сонда минус 3 дәрежесі дегеніміз ол 750 бөлінген 1000 деген мағына. 1 0 мен 1 0. 75 жүзге бөлсек 0,175 шығады екен. То есть бізде F нұсқасы да дұрыс кеп тұр. Келесі 23-ші сұрақ. Физикалық векторлық шамаларды табыңыз дейді. Енді векторлық шама дегеніміз ол бізде жалпы шамалардың екі түрі бар, скалярлық және векторлық шама. Векторлық шама дегеніміз бағыты бар шамаларды айтады, мысалы жылдамдық, орын ауыстыру деген сияқты, күш немесе, иә. Ал скалярлық шамалар бір орында тұратын нәрселер, то есть масса, көлем, қысым деген сияқты нәрселер бізде скалярлық шама. Сонымен есептің жауабын белгілейік. Бізде векторлық шамаға уақыт жатпайды, ол скалярлық шама, температура келмейді. Күш міне кеп тұр. Жаңа векторлық шама дедік, масса келмейді. Үдеуіміз векторлық шама, бағыты бар, келеді. Аудан. Аудан бізге келмейді. Орын ауыстыру міне G келеді екен. Көлем ол скалярлық шама. Маяққа жазып қойдым міне. Есептің жауабы сонда CEG. CEG деген нұсқаларды белгілейміз. Дальше кеттік. 24. Егер массасы 10 грамм керосин жанған кезде бөлініп шығатын барлық жылу массасы мынандай суды жылу дейді массасы 22 кг суды ысытуға жұмсалса, онда су температурасының өзгерісін табыңыз дейді. Ал табайық. Так, массасы 10 грамм дейді керосин, оның минус 3 дәрежесі килограмм дейміз. Жанған кезде бөлініп шығатын барлық жылу массасы дейді 22 килограмм суды, так, М1, М2 дейік. Ысытуға жұмсалса, онда су температурасының өзгерісі табу керек. Бізге жану жылуын беріп қойған 46 көбейтілген оның 6 дәрежесі. Одан кейін судың сыйымдылығы 4200. Табу керек нені? Температураны. Енді температураны табатын формуласы Q тең CM дельта T. Бізге жану жылуына байланысты. Нәрде қаранар C M2 болады. Суды біз қайнатамыз. Ал жану жылуын жалпы аяқтан табамыз, иә? Q тең. Так. R көбейтілген M. Так, сонымен неден бастаймыз енді? Жану жылуын аяқта Q екен ғой. Q міне. Алдымен біз жылу мөлшерін табу алайық. Мына астынан. Так, М1 аяқта. Неге М1? Себебі біз қарандар, керосинді жандырамыз. Керосин ол бізде суды ысытады, дұрыс қой. Демек бізде М2 деген судың массасы, оның температурасы керек қайнаған. Ал мына М1 деген ол керосиннің массасы, сол керосиннің жану жылуы. Сонымен біз нәрден жылу мөлшерін табайық. Q тең 46 көбейтілген оның 6 дәрежесін көбейтеміз масса 1 М1-іміз. 10 көбейтілген оның минус 3 дәрежесі. Так, мынау мен мынау қысқарады. Оның 3 дәрежесі, оның 4 дәрежесі шығады екен. 46 көбейтілген оның 4 дәрежесі. Джоуль. Енді алып кеп соны жерге орнына қоямыз, сонымен есеп бітеді. 46 көбейтілген оның 4 дәрежесі тең болады. С-мыз 4200. М2-міз бізде 22 көбейтілген дельта Т. Так, сонымен дельта Т тең
Давайте мына жерге қызылмен жазып қойын қазір. Сонымен дельта т тең болады. Так, мына екеуі енді бөлініп өтеді, теңдіктің ар жағына. 46 көбейтілген 10-4 дәрежесі бөлінген 4200 көбейтілген 22. Так, қараңдар. 1-0, 1-0. 10-4 дәрежемен қысқарады да 10-2 дәрежесі қалады. Бізде энергия жасам түсінбей қалады. 10-2 дәрежесі қалады екен, Так, сонда біз 4600-ді бөлеміз 42 көбейтілген 22-ке. Еспей салайын тез-тез нәрден. Калькулятормен еспей салайын. Жазып болғанша. 4600-ді бөлемін 42-ке. Одан шыққанды бөлем 22-ке. Міне, қараңдар. Байқап тұрсыңдар 4,9 деп тұрады. 4,9 деген жауап әрине ол шамамен 5-ке тең болды. Басқа ешқайсынан тең емес. Шамамен 5-ке тең екен. 4,9 ол бізде шамамен 5 градус. Міне H нұсқасында тұр. Басқа нұсқалар көре салайыншы қазір. Так, H-тан қарап ма? 3, 9, 7, 2, 6, 8, 10 деген ешқайсысы келмейді екен. Так, дальше кеттік ал. 2 грамм оттектегі молекулалар санын табыңыз дейді. Так, енді бізге айтқан. Массасы 2 грамм, оның минус 3 дәрежесі, сосын Na берілген, и потом мольдік массасы берілген. Табу керек бізге нені? Молекулалар санын. Так, формуласы. M бөлінген M тең болады N бөлінген Na. Так, N-ді табатын болсақ, үшден молекулалар санын N тең. На Авогадро тұрақтысы бізде көбейтіліп кетеді. Na көбейтілген масса бөлінген M. Міне болды, осымен еспесеңдер, сендерде жауаптарың айтайын ба қайсы шығады? 25-ші сұрақта FH дейді. Міне F пен H нұсқасы шығады екен. Дальше кеттік. Енді қиын нәрсе емес, есепке салғаны, я? Так, что-то белім майысып кетті. Айбай. Қазір қатырлат жүрейін бер. Так, сомен енді сізден сұрарымыз, сол кішкене рэп жасап, кішкене мотивациямыз көтерсеңіздер, басылып бара жатыр көктемнің суығы ма или ауырып что-то. Сондықтан бұйырса әлі нұсқалар көп талайтын боламыз, тек қана рэп жасап қолдау көрсетуге барынша. Сонымен 26-шы сұрақты шығарайық есепті. Мөлшері 10 моль дейді. 10 моль деген зат мөлшері. Бір атомды идеал газ изобаралық 100 кельвин қыздырылады. 100 кельвин. Осы газың істеген жұмысын табыңыз дейді. Міне. Так, енді біз қалай істейміз оны? Изобаралық дегеніміз алдымен қалай? Бізде жалпы қарандар Q тең, дельта U плюс A. Так, бізге енді жұмысты тап деген ба? Нәрден? Ал енді табайық. Так, енді қарандар нәрден аны нәрсе. Бізде жылу мөлшері, изобаралық процесс үшін осындай. То есть изобаралық процессіміз бізде Q тең, дельта U плюс A. Енді мынау ішкі энергиямыз бізде жалпы бір атомды кезде ол былай жазылады. 2-ден 3 нью RT деп. Бұл ішкі энергияның формуласы. Ал жұмыстықы сол уақытта бір атомды кездегі. Онкі просто нью RT болады. Осыны еске сақталамыз. Өйткені жалпы бізде егер жылу мөлшерін тап деген кезде бізде ананы 2-ден 3 нью RT, ананы нью RT деп алатын болсақ, бізден ана нәрсе шығушы еді 2-ден 5 нью RT. Міне мынау бізде изобаралық қыздыру кездегі бір атомды үшін жылу мөлшерін табылатын формуласы, түсінікті ме? То есть мағынасы осындай. Демек, жұмысымыз просто нью RT болса, осыдан шығатын тұжырымыз, так, ньюмыз бізде 10-ға тең, R-мыз 8,131-ге тең, T-мыз 100-ге тең. Енді мына жерде есептің жауабы 8,131 көбейтілген 10-ның 3 дәрежесі. Ол міне. С жауабында тұр. Мынау емес, А емес, немесе Е нұсқасы тұр екен. 8,131-ді 1000-ға көбейтсеңдер, ол бізде 8310. Міне. Ой,
е нұсқасына дегенде а нұсқасы деп қой. С е болады, сосын так, вроде все, да? Осы екі жауап дұрыс екен. С е. Так, келесі 27-ші сұрақ. Жалпы кедергісі 64 Ом болатын өткізгіш сымды бірнеше тең бөлікке бөліп, оларды бір-біріне параллель жалғағанда жалпы кедергі мынандайға тең болған сымды бөліктер саны дейді. Жалпы бөліктерде қанша сан бар дейді. Енді қазір бұны шығарайық ал. Так, мына жерде қараңдар, догадаться еткен өте оңай, потому что смотрите, бізде жалпы кедергісі 64 Ом болатын өткізгіш дейді сымды бірнеше тең бөлікке бөледі дейді. То есть жалпы кедергісі 64, соны бірнеше бөлікке тең бөледі. Сонда біз қанша бөлікке тең бөле аламыз жалпы 64-ті? Әрине 8 бөлігі, себебі 64-ті 8-ге бөлсек, бізде 8 бөлік шығады екен. Міне. То есть енді тапсақ, е? То есть 8 бөлігіміз уже очевидно. Енді тексеріп көрейік до конца. Оларды бір-біріне параллель жалғағандағы жалпы кедергі 1 Омға тең дейді. Енді осы 8 бөлік сендер өздерің шынымен де параллель жалғап көріңдер. Бөлінген 8 Омнан әрқайсысын 8 талды. Я? Параллель жалған кезде қалай формуласы бізде? R жалпы тең болады. Параллель жалған кезде жалпын табатын бізден 8-ден 1 көбейтілген 8, я? То есть 8 талдан осылай 8 тал қосылады. 8-ден 1 қосылған 8-ден 1 қосылған 8-ден 1. Осылай бізде бәрін жалпы 8 тал қосылсаңдар, бізде 1 деген жауап шығады. Немесе прямой 8-ге көбейтсеңдер, қараңдар, қысқарып 1 Ом деген жауап шығады. Міне, есептің жауабы сонда өте оңай. А нұсқасына тұр. Кеттік дальше. Так, кедергісі R1 1200 Ом резистордан өтетін ток күші 6 ампер болса, кедергісі R2 дейді Ом резистордан өтетін ток күші қандай дейді. Так, енді бізде қарандар, R1 мен R2-міз, я, кедергілеріміз бір-біріне параллель жалғанған. Осыдан қандай тұжырым түсеміз? Параллель жалған кезде бізде кернеулер өз ара тең болады. U1 тең U2 деп алсақ болады. Енді U1-ді мен ашамын. I1, R1 тең болады I2, R2 деп. Не болды енді? Осы жерден бізге табу керек. R2-ден өтетін ток күшін деп жатыр, е? Сондықтан R2-де I2 ток күшін табамыз. Ол кезде I1, R1 бөлінген R2. Бұл енді бірінші ток күшіміз бізде 6, көбейтеміз 1200-ге, бөлеміз R2-міз 80-ге. 1-0, 1-0. Так, 6 мен 8-ді 2-ге қысқартсақ 3, мынада 4, 120-ны 4-ке бөлсек 30. Есептің жауабы 90 ампер болады екен. Так, ондай жауаптарды іздейтін болсақ не? С нұсқасына тұр. 0,4, 2, налар вообще келмейді. Міне, бұл нұсқасын тексеріп көрейік. 0,109 килоампер дейді. Ол да дұрыс екен. Себебі 0,109 деген 109, я, бұл нұсқасы. Көбейтілген 10-3 дәрежесі кило деген сөз. Мына 10-3 дәрежесі мен 100 деген 10-2 дәрежесі қысқаратта 1 дәрежесі 9-ға көбейтілген кезде 90 ампер шығады екен. То есть бұл да дұрыс екен. Есептің жауабы ПЦ болады. Так, келесі есеп 29. Зарядтап дейді. Ток көзден ажыратылған конденсатордың астарларының арасын алты диэлектрикпен толтырса, конденсатор энергиясының өзгерісі қандай болады дейді. Так, зарядтап дейді. Сосын барып ток көзден ажыратылған конденсатордың. Енді қараңдар, бізде ток көзден ажыратылған деген қандай оның формуласы энергиямыз? Ток көзден ажыратылған Q квадрат бөлінген 2S. Осыны еске сақталамыз. Мынау бізде ток көзінен жазып қойыңдар жерге ажыратылған энергия. Бұл енді осы жерден цны ашайық. Цның формуласы қандай бізде конденсатордың? Эпсилон 0S бөлінген D. Ал кеп мынаның орнына қоямыз. Сонда V тең Q квадрат, қарандар, 2 эпсилон 0 бөлінген S. Бұдан бізде S дегеніміз ең үстен шығып кетеді. Сонда Q квадрат көбейтілген аудан S, то есть бөлінген 2 эпсилон 0. Бізге енді айтып жатыр. 6 диэлектрмен толтырса дейді. Енді мына эпсилонды 6-ға көбейт деп тұр.
то есть эпсилон 6-ға көбейт деп тұр міне. Демек есептің жауабы 1 бөлінген 6 шығады. Мынау қарандар, осы жерде бір балаларының бір минусы бар. 6 мен 2-ні көбейт қойып жүрмейміз. Ол формуладағы сан 2 дегеніміз. Формуладағы сан, q квадрат бөлінген 2s-тағы. Сондықтан 12 есе кемейді деген жауап тұрса белгілеп қою мүмкін. Есептің жауабы 6-тан 1 шықты бізде. Бөлшектің бөлімінде 6 деген сан, сондықтан 6 есе кемейді деген қайда? F нұсқасына тұр. Так, одан кейін іздейміз. Басқа жауапта жоқ екен. Есептің жауабы F нұсқасына ғана. И сонымен осымен соңғы есепті бітірейік. Так, кейбір металлар үшін фотоэффекттің қызыл шекарасы 27 көбейтілген 10-ның минус 7 дәрежесі, толқын ұзындығы мынандай болса, сәуле шығару арқылы осы металлдан ыршып шығатын электронның кинетикалық энергиясы дейді. Енді бұл өте оңай есеп, қараңдар. Бізде жалпы формула қандай? Эйнштейн теңдеуі h nu тең болады шығу жұмысы қосылған кинетикалық энергия. Кинетикалық энергия. Дәрге жазып қойын. Шығу жұмысы бізде өзінің формуласы бар. Неге байланысты? H nu-ға байланысты. H көбейтілген nu, қызыл шекара. Q шығы деп қойын. Осы мен қызыл шекарасы дегеніміз осы шығу жұмысының толқын ұзындығы. Болды, енді осыны әкеп орнына қоямыз. Сол кезде сендерде h nu азайтылған, аны минус қылдырып өткіземіз айқая. H көбейтілген nu шығу жұмысы. Кинетикалық энергия. Так, бізде енді не бар? Так, толқын ұзындығын табу керек екен, акасы. Мына жерде nu дегеніміз ол c бөлінген лямбдаға тең, осында hc бөлінген лямбда минус hc бөлінген лямбданың қызыл шекарасы. Тең e кинетикалық энергия. Болды, енді осы e кинетикалық энергияны табатын болсындар, жалпында қара мен арғай жазып қойын. E кинетикалық энергиямыз сонда қаншаға тең болады екен? Мынаны еспей салу керек. Енді h-ты c-ға көбейтесіңдер. H жақын сырттан шығарсыңдер болады h-ны. Сол кезде ішіне сендерде 1 минус лямбда минус 1 бөлінген лямбда қызыл шекара деген қалады. Q-шы. Болды, енді орындардан қоя саласынан түк қиын жоқ. Планк тұрақтысы 6 берілген, c жарық жылдамдығы 3/18 дәрежесі солда беріліп тұр екен. 1 бөлінген адан ортақ бөлім бересіңдер, еспейсіңдер, көбейткен кезде сендерде а нұсқасы ғана дұрыс жауап мықты. Бұл бұрыннан келе жатқан есеп. Тоже қиын емес қатты. Просто балалардың шатасатын жері мынау қызыл шекара дегендер түсінбей қалып жатады. 10,3 деген өзі бұрынғы вариант, бұрыннан бері осындай жауап шығады. Сонымен сол нұсқа ғана дұрыс екен. Қалғандары қате. Енді осымен нұсқалары ұнаса оқушылар, бұйырса алдағы уақытта тағы да трансляция арқылы талдайтын боламыз. Сіздерден тек қана лайк, репост, достарымызбен бөлісіп, пікірлеріміз жазып отырайық. Осымен сау болыңыздар.